Сәлем достар. Байқампаз арнасына қош келдіңіздер. Сен логикалық сұрақтарды шешуге дайынсың ба? Саған қарапайым әрі оңай жирама сұрақ қоямын. Ал онда дайын болсаң кеттік. Бірінші сұрақ. Қай айда 28 күн бар? Жауабы: бәр айда 28 күн бар. Егер менің бір қолымда 3 алма және екінші қолымда 4 алма болса, менде не бар? Жауабы: өте үлкен қолдар. Үшінші сұрақ. Қандай сұраққа ешқашан жоқ деп жауап бере алмайсың? Жауабы: сен тірісің бе? Төртінші сұрақ. Қандай зат қанша көп болса да ешқашан ауырламайды? Жауабы: білім. Бесінші сұрақ. 3 дәрігер ағайынды, бірақ олар бір-біріне туған бауыр емес. Бұл қалай мүмкін? Жауабы: олар 3 әпке сіңлілер. Алтыншы сұрақ. Судың қандай түрін жеуге болады? Жауабы: мұзды жеуге болады. Жетінші сұрақ. Жерден жоғары тұрғанымен аспанға жетпейтін не? Жауабы: ол ағаш. Сегізінші сұрақ. Мысықтың құйрығын кесіп тастаса, ол не болады? Мысық құйрықсыз болады. Бірақ бәрібір мысық болып қалады. Тоғызыншы сұрақ. Бөлмеде 4 бұрыш бар. Әр бұрышта 1 мысық бар. Әрбір мысықтың алдында 3 мысық тұр. Бөлмеде қанша мысық бар? Жауабы: 4 мысық бар. 10-шы сұрақ. Қандай зат күн сайын өскенімен көлемі өзгермейді? Жауабы: сенің жасың. 11-ші сұрақ. Егер сен жарыста екінші адамды басып озсаң, сен нешінші боласың? Екінші боласың. 12-ші сұрақ. Қайықта 5 адам отыр. Оның 2-і суға секіріп кетті. Қанша адам қайықта қалды? 5 адам. Секіргендер де қайықта. 13-ші сұрақ. Қандай сөзді теріс оқысаң да бірдей оқылады? Жауабы: көз. 14-ші сұрақ. Қандай затты лақтырғанда ол ешқашан сынбайды? Жауабы: көлеңке. Таңертең 3 аяқпен, түсте 2 аяқпен, кешке 4 аяқпен жүретін не? Жауабы: адам. 16-шы сұрақ. Ең ұзын секунд қандай? Алпыс секунд. 17-ші сұрақ. Теңіздер мен өзендердің арасында қандай айырмашылық бар? Аттарында біреуі өзен, біреуі теңіз. 18-ші сұрақ. Қандай зат құрғақ бола тұрып, суға салғанда ылғалданады? Жауабы: орамал. 19-ші сұрақ. Қандай зат үйдің ішінде болса да далада жүреді? Жауабы: құлып. 20-шы сұрақ. Қандай көлікпен жүрсең де, ол ешқашан қозғалмайды?
Жауабы: эскалатор. Назар салып қарғаныңызға рахмет.